Сәлем достар, бүгін йогурт пен ірімшік қосылған жұмсақ әрі дәмді пирогтың қарапайым рецептімен бөлісетін боламын. Барлық рецептісі осы видеода көрінгендей етіп жасасаңыздар болады. Өте дәмді, жұмсақ әрі қонымды пирогтың бірі. Барлық рецептісі описание бөліміне салынған. Көріп, жасап, ауларыңызға кеңес беремін. Өзіңіздің қалауыңызша кез келген йогуртты пайдалануға болады. Менде құлпынайдан жасалған йогурт болып табылады. Мен соны қостым. Пирогымыз 180 градуста алдын ала қыздырылған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз салқындаған соң үстіне қант ұнтағын себуге немесе жеміспен безендіруге болады. Ас болсын.